Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ауылға саяхат. Бүгінгі сабақта сұралы сөйлем құрауды, өлең жаттауды үйренесің. Оқушылар, мына суретке қарап, келесі сұрақтарға жауап берейік. Және сурет бойынша тірек сөздерді теріп жазайық. Суретке қарап, қандай тірек сөздерді жазамыз? Сабақта қай тақырыппен жұмыс істейміз? Суретте не бейнеленген? Ауылда кім тұрады? Оқушылар, ойланайық. Оқушылар, берілген тірек сөздерді тыңдайық. Ауыл, ата, әже, жазда, демалу, таза ауа, көл, өзен, шомылу, балық аулау, көмектесу, ыстық, көл. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Енді осы тірек сөздерді сабақ барысында сөйлем, сұрақтар құрастырғанда пайдаланамыз деп ойдамын. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Сайрандау, күнге күйу, сүйемін, тебемін. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Жаңа сөздермен сөз тіркесін, сөйлемдер құрастырайық. Іске сәт. Ұсынған сөз тіркестермен, сөйлеммен танысайық. Ауылда сайрандау, жағажайда күнге күйу, әжемді сүйемін, велосипед тебемін. Мен ауылда велосипед тебемін. Оқушылар, сендердің де жауаптарын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, мына бейнероликті тамашалайық. Және осы бейнеролик арқасында сұрақтар құрастырасыңдар. Іске сәт. Ұсынған сұрақтарға көңіл бөлейік. Бірінші сұрақ. Балақай кімнің ауылын сағынды? Ауыл деген не? Үшінші сұрақ. Ата, әже деген кім? Төртінші сұрақ. Ата, әжесін қашан іздеп барады? Оқушылар, сендердің де сұрақтарын осындай сәтті шықты деген ойдамын. Енді осы сұрақтарға жауап берейік. Іске сәт. Оқушылар, сұрақтардың жауабын бірге тексерейік. Балақай кімнің ауылын сағынды? Балақай ата әжесінің ауылын сағынды. Ауыл деген не? Ауыл деген бақыт. Ата әже деген кім? Ата әжесі алтын. Ата әжесін қашан іздеп барады? Ата әжесін жазда іздеп барады. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Келесі тапсырма топтық жұмысқа арналған. Бірінші топ сұрақтарға жауап береді. Ауылда кім тұрады? Ауылға қашан жиі барады? Әжесінің қолынан не ішеді? Ауыл деген не? Іске сәт, ойланайық. Екінші топтың тапсырмасы Тарсия платформасы арқылы сөйлемдерді сәйкестендіру. Алдында берген шашылған сөздерді сөйлемдерге жинау. Іске сәт. Үшінші топтың тапсырмасы суреттік карта әдісі арқылы көрген ақпарат бойынша сөйлемдер құрастыру. Тірек сөздері бар. Іске сәт. Оқушылар,
Енді топтардың жұмыстарын тексерейік. Бірінші топтың жұмысы. Олар сұрақтарға жауап берді. Ауылда кім тұрады? Ауылда атасы мен әжесі тұрады. Ауылға қашан жиі барады? Ауылға жазда жиі барады. Әжесінің қолынан не ішеді? Әжесінің қолынан қымыз ішеді. Ауыл деген не? Ауыл деген бақыт. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Екінші топтың тапсырмасын тексерейік. Олар шашыраған сөздерден сөйлемдер құрастырды. Мен жазда ауылға барамын. Онда атам мен әжем тұрады. Мен оларға көмектесемін. Гүлдерге су құямын. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, үшінші топтың жұмысын тексерейік. Біз ұсынған жауап үлгісімен тексеріп көрейік. Мен жазда ауылға барамын. Атамның жылқысы бар. Ауылда өзен бар. Мен өзенде балық аулаймын, шомыламын. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамыз. Келесі тапсырма. Өлеңді оқып, жаттап алайық. Жаз. Жазды ыстық сүйемін, сайрандап жүремін, суына шомылып, күніне күйемін. Оқушылар, осы өлеңді бірнеше рет оқып, есте сақтауға тырысайық. Іске сәт! Оқушылар, енді есте сақтау қабілетімізді тексерейік. Миллион кімге бұйырады деген ойынды бейне ролик бойынша өткіземіз. Оқушылар, бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарға жауап беріп, тақырыбымызды қайталайық. Бірінші, ауылда кімдер тұрады? Екінші сұрақ, ауылға қашан барады? Үшінші, ата, әже деген кім? Төртінші, ауыл деген не? Бесінші, көлде не қалқиды? Және алтыншы, күнбағыс пен жүгері қандай? Іске сәт! Еске түсірейік. Оқушылар, сұрақтардың жауабын біз ұсынған жауап үлгісімен тексеріп көрейік. Ауылда кімдер тұрады? Ауылда атам мен әжем тұрады. Ауылға қашан барады? Ауылға жазда барады. Ата, әже деген кім? Ата, әже деген алтын. Ауыл деген не? Ауыл деген бақыт. Көлде не қалқиды? Көлде үйрек қалқиды. Күнбағыс пен жүгері қандай? Күнбағыс пен жүгері сап-сары. Оқушылар, сендердің жауап нұсқаларын осылай сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, үй тапсырмасы. Тақырып бойынша постер жасау. Тақырыптың аты «Сен ауылда не істейсің?» Іске сәт! Оқушылар, сабақтың қорытындысында енді кластер құрастырайық. Мына сұрақтар сендерге көмек ретінде беріледі. Жазда қайда барасың? Ауылда кімге көмектесесің? Ауылда қандай тағамдар жейсің? Ауылда не істейсің? Іске сәт! Оқушылар, біз ұсынған жауап үлгісін тексеріп көрейік. Жазда қайда барасыңдар? Жазда ауылға, қалаға барамыз. Ауылда кімге көмектесесіңдер? Ауылда ата,
әже, соларға көмектесеміз. Ауылда қандай тамақ жейсіңдер? Ауылда әжем бауырсақ, қуырдақ, тағы басқа дәмді тағамдар дайындайды. Ауылда не істейсіңдер? Ауылда алдымен ата мен әжеге көмектесу керек. Сосын демаламыз, балық аулаймыз, шомыламыз. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деп ойлаймын. Оқушылар, енді бас бармақ тәсіл арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Іске сәт!